Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Мерей Азаматқызы. Бүгін бізде рецептте лаваштың қамыры осындай жұп-жұмсақ үй жағдайында жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Және де біз бастаймыз. Алдымен қайнаған ыстық суымызды құйып аламыз. Одан соң тұз, сұйық майды салып аламыз. Тұзымыз ерігенше қасықпен араластырамыз. Одан кейін бөліп ұнымызды ситадан өткізіп саламыз. Басында біріккенше алдымен қасықпен араластырып алыңыздар, өйткені суымыз әлі де ыстық. Қамырымызды илеп қойдық. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Арада 10 минут өткен соң осылай алып, қайтадан илеп қойыңыздар. Сол кезде қамырымыз жұмсап, әдемі болып шығады. Қайтадан салып, бетін жауып қоямыз 10 минутқа. Мен 2 есе көп етіп иледім, яғни 2 порцияға, осылай 2 зуалаға бөліп, әр зуаладан 6 кішкентай қамырға бөліп аламыз. Сонда общий 12 штук лаваш шығады. Міне қамырды бөліп, енді бетін жауып қоямын шаршықпен. Кемі 5-10 минуттай демалдырып қойыңыздар, сол кезде қамырымыз жұмсарады, жаюға ыңғайлы болады. Менде осындай арнайы ковригім бар, яғни өлшемдермен, егер сізде жоқ болса, оны сеуіп жайсаңыздар болады. Енді сковородкаңызға байланысты, көлеміне байланысты, соған қарай, өлшеміне қарай шамалап жаясыздар. Менің сковородкам осындай өлшемде, ешнәрсе құйған жоқпын, май құйған жоқпын, осындай құрғақ күйде салдым. Асты оты ең төмен отта тұрды. Алдымен қыздырып аласыздар сковородканы. Содан соң барып, осылай қамырды қоясыздар. Екінші бетінде осындай қоңырқай түстер пайда болады. Осы кезде екінші бетін аударыңыздар. Таппен, яғни жай отта піссе, аралары жақсы піседі. Сондықтан астыңғы отқа қарап қадағалап тұрыңыздар, қатты болып жанбау керек.
бетін шаршықпен жауып қойсаңыздар жұмсарып кеуіп кетпейді. Міне лавашымыз дайын, жұп-жұмсақ, әдемі болып шықты, толықтай піскен. Менің каналымда осы лаваш қамыр арқылы донер және де яғни кәдімгі лаваш дайындап көрсеткенмін. Каналыма өтіп көрсеңіздер болады. Сіздерге ас болсын.